Келін, жаңа әңгіме, 2 бөлім. Екеуі таңның атқанын да білген жоқ. Гүр етіп үй жанына тоқтаған машина үнінен оянды. Ойбай-ау, бұл қой бағуды қойған екен ғой, деген апасының даусын естігенде Тоқтас шымылдық ішінен қалай атып шыққанын аңдамай да қалды. Киімін асығыс киіп жатып, бар болғаны, ой апам да бір, деді, ағайын жекжатты аралаймын, ел ішінде жатып аламын дегендегісі осы ма, 2 күн өтіп, 3-ші күн жетіп келіп тұрғаны. Түнді есік жабық болған соң байқамапты. Расында да күн көтеріліп, төңірек ай-жай болған екен. Үй жанына жете берген апасына амандаспақ болып елпектей ұмтылып қолын соза беріп еді, ол кісі мұның қолын алмастан бұрын зілдене сөйлеп: «Ау, бұл не жатыс?» деді. «Ұйықтап қап, сенің ұйқыңның қануын бір отар қой күтіп жату керек пе екен? Мен кеткелі ұзатып жаймапсың да ғой». «Неге жайғам? Ана қойларға қарашы, іштері жабысып қалыпты». Апасы қолын қырға бытырай өріп бара жатқан қойларға қарай сілтеді. Тоқтас енді не дерін білмегендей, бар болғаны маңдайына түскен шашын сипай берді. Өзі апасына айтар уәж таппай қысылып тұр. «Шайым қылжақпас, әй бала, ұйқың қанбай қалды-ау» деп әзілдейді. Тоқтас қара үйдің жанында жатқан ер-тоқымды көтере енді атына қарай ұмтылды. Осы кезде сыртқа Нұршат шығып еді, апасы оның маңдайынан қайта-қайта сүйді. «Қорыққан жоқсың ба? Шүкірім-ау, сен жалғызсырап қорқып жүрме» деп уайымдап, «Ішкенім ірің, жегенім желім болды емес пе?» «Қорыққан жоқпын», деді Нұршат жуасқана. «Айналайын, қорықпасаң болғаны». Апасы Нұршатты құшақтаған күйі үйге кірді. «Нұршаттың жанында мені өгей баладай етті-ау» деді, Тоқтас атын ерттеп жатып. Бірақ апасының Нұршатты өзінен гөрі де жақсы көргені көңіліне ұнайтын секілді. Атына міне бергенде Нұршат жарты тапан нан мен бөтелкеге құйылған айранды қолына ұстатты. «Түсте келе алмайтын болдың ғой енді» дегендей бұған жаудырай қарап тұрғаны қандай. Бөтелкедегі айран мен жарты тапан нанды ұсынғаны қандай. Тоқтас келіншегіне қарай-қарай қой соңынан ете барады. Бүгін қойды ұзатып жаюы тиіс. Кешкісін апасы қойлардың ішіне, жүрісіне қарайды. Ол кісіні алдау қиын. Кейде қой жатқан жердегі қиға да назар салады. Қырдан аса бере Тоқтас, «Сендерді тойғыза алмай-ақ күйдім-ау осы» дегендей, қойларды тоғытқа айдағандай топырлата біраз қуып алды. Сонан соң бір ауық үй жаққа көз салды. Нұршат көйлегі қызараңдап, сыртқа самауырын көтеріп шықты. Самауырынға су құйып, от салып болған соң, осылай қарап біраз тұрды. Алда, «Айналайын-ай, біздің Тоқтас ұзап кетті ме екен» деп тұрау. Қанша қараса да көзі тояр емес. Қарай бергісі келеді. Жүргені қандай? Сәмік талдың бұтағындай иіліп, еңкейгені қандай? Тоқтас сөйтіп тұрып тағы да Төлегенді есіне алды. «Қайран, төкем-ай, қыз жібек жеңгеме алыстан қызға қарап, көз суарып та тұра алмадың-ау. Алда бейопа дүние-ай. Күзгі желдің өлі, қой ұрықтандырар кезде барып, бұлар төменгі ауылға құлады. Жоғарғы ауылдағыдай жер қайысқан ел болмаса да, 20 шақты үй ірге тепкен жерге келген соң, у-дуға араласып, көңілдері жайланып қалды. Бірақ жұмыстары бұрынғыдан ауырлап кетті. Қойдың қошқар түскені бар, енді түсетіні бар. Солардың бәрін топ-топқа бөлгенде, Тоқтастың бір өзі былай тұрсын, шешесі Нұршат бәрі жабылып жүргенде әзер жететін кездері болды. Дегенмен Тоқтас та Нұршат та шаршағандықтарындай елемей көңілді жүрді. Кемпір ғана көбірек қимылдаған күні белім-белім деп керелеңдеп қалады. Оның есесіне бұл араға келгелі ол кісі әңгімешіл болып алды. Осы төменгі ауылға алғаш жоғарғы ауылдан ұзатылып келген екен. Осы төменгі ауылда алғаш келіншек болып ызылып жүрген екен. Солардың бәрін көне қисаның үзігіндей етіп Нұршатқа айтып берді. Төменгі ауылға келгелі Нұршат пен Тоқтас тағы 2 рет өкпелесіп қалды. Алғашқысында Тоқтас бұрынғысынша айналып толғанып болған соң, өзді табысты да, екіншісінде екеуіне де ұрсып кемпір татуластырды. Содан бері жақсы тын. Бұрынғысынша Нұршат та ойнап күліп жүреді. Қой ұрықтанды бітеді деген күні ойда жоқта Нұршат тағы ренжіп қалды.
Таңертең шайы шымылдықтың ішіндегі жылы төсегінен әзер тұрған. Бірақ әзер тұрса да қабағына кірбің ұялатпай үстіне тоқтастың ескі күпәйкесін киіп үй ісіне араласып кетті. Самауыр қойып, түннен қалған асты жылытып, оның қабатында сүт пісірді. Өзеннен иінағаш пен су да әкелді. Сосын ысыған тамақты табаққа құйып қойған күйде апам шайды күтіп қалды-ау деп ойлап, шәйнектен шай демдеп самауыр ішке кіргізіп, дастархан жайып жүргенде, әлгінде ысытқан тамаққа күшік тиіп кеткені. Қырсыққанда оны да өзі байқамай, енесінің байқағаны. «Әй, ана тамағыңды адам ішетін бе еді, әлде ит ішетін бе еді?» деді сыздана сөйлеп. Нұршат сыртқа жүгіріп шығып, «Кет әй, кет» дей бергенше, әлгі күшік табақтағы асты ақтарып кетті. Сосын-ақ енесінің қабағы ашылмады. «Шай ішіп отырып, әдіре қал, салақ қатын болайын дедің де?» деді ренжи сөйлеп. Нұршат үндеген жоқ. Үндемегені бар болсын, салақ қатын деген сөз арқасынан қамшымен осып өткеннен әрі болды. Қатын деген сөзге құлағы әлі үйренбеген еді. Не де болса ендігі ниеті үндемей құтылу еді. Бірақ енесі әңгімесін әлгі сөзбен доғара салмады. «Салақ қатын болатыныңды шайы көрпенің астынан мамырлап әзер тұрғаныңнан-ақ білгенмін. Ақыры күйеуіңе ысытқан асты күшікке ішкізіп тындың. Асын күшікке ішкізіп отырған келіншектен тәуір қатын шығады деп мен өзім де айта алмаймын. Ал енді отыр, тіпті қаласаң шайыңды жина да қайтадан төсегіңе жат», деп әңгімені біраз жерге жеткізіп тастады. Нұршат төмен қараған күйі отыра кетті. Енесінен естіген алғашқы қатты сөзі болғандықтан көңіліне ауыр алып қалды. Дастарханды да үн-түнсіз жүріп жинады. Самаурындағы қалған суды құманға құйып, қазандағы суды кастрөлге құйып жүргенде де қабағы түсіп жүрді. «Келінімнің қабағы түсіп кетіпті-ау» деп енесі жадырай қойған жоқ. Камзолын жүре жамылып, сыртқа шыға беріп, «Салақ қатын болады демей қайтейін, ошағыңның басында бір тал отын қалмапты. Бүгін ертең көшетін үйдің де отыны болмас па? Керек десең мен айтайын. Есті қатынның отыны көшке артылып жүреді», деді. Нұршат енді енесіне бір жола ренжіді. Түскеніне 6 ай толмаған жас келінге қатын деген-ақ батады екен. Апам тіпті мейірімсіз кісі екен ғой деп ойлады ол, ошақ маңындағы ыдыс-аяқтарын жиыстырып жүріп. Мейірімсіз болмаса, осынша қатты айтпаса керек еді ғой. Әлгіндей сөздерден кейін өзі де енесінің жанында қалғысы келмей, әлде қайда кетіп қалмақ болып тұр еді. Отының таусылғандығын айтқаны себеп болды да, арқанын иығына салып, шағын ауылдың үстіне құлап кетердей болып төніп тұрған Айыртаудың бөктеріне беттеді. Алғаш рет жеңгелері, балым кемпірдің баласы келіп көреді екен дегенде, Нұршат та әне біреу ме деп қомсыныңқырап қалған. Сосын жеңгелеріне тоқтастың бала кезіндегі жыртық шалбардан денесінің жылтылдап жүретінін айтып берді. Оның үстіне өзі қойшы екен ғой деп бір қойды. Бірақ жеңгелері, немене қайдағыны есіңе ала беріп, ендігі шалбарын ауыстырған шығар, қойшы дейсің. Қойшылық та жерде қалып жатқан кәсіп емес. Қойны құтты болса қайтушы еді деп әңгімені ала қалжыңға айналдырды. Кейінірек тоқтасты көрген соң барып, көңілі орнығып, іштей, әп-әдемі-ақ жігіт болыпты ғой деп ойлады. Жеңгелері жыртық шалбар киетін күйеуіміз деп сөйлесе, намыстанып қалатын болды. Тіпті сол әңгімені осыларға несіне айта қойдым екен деп те өз-өзін кінәлады. Қойшылығын мін еткендерге де, ата-бабалары түгел тақта отырғандай деп жаратпай тыңдайтын болды. Тоқтастың өзін көрген соң, енең қасқыр бет кісі екен, кім білсін, осы ауылдың қызы екен ғой, бәрі де айтып отыр деп күдігете сөйлегендерге де мән берген жоқты. Дәл қазір сол алғашқы қомсынуы да, енесі туралы өзгелердің айтқаны да орынды сияқты болып кетті. Айыртаудың арғы беті жоғарғы ауыл екенін ол білетін. Жақында ғана көкпарға барып қайтқандар, көкпарды жоғарғы ауылдың жігіттері алып кетті деп, көкіректері қарс айырылатындай өкінішпен келгенде, көкпарды өз ауылдастарының алып кеткеніне Нұршаттың іші жылып қалған. Іші жылып тұрып, көкпарға келіп жүргендеріне қарағанда, бұл тұстан біздің ауыл тіпті жақын екен-ау деп ойлап еді.
Қазір ашу-ызамен ол енді Айыртаудан ауылына қарай асып кетуге де бекінгендей. Келіншектің бір арқа отынды етектен-ақ қамдап кері қайтуға болатынды. Бірақ Нұршат әр жерде жатқан қу бұтақтарға көзін де салмастан тау асуына қарай тырмыса өрмелеп бара жатты. Тоқтасқа күйеуге шығуына айрықша ықыласты болған шешесі еді де, әкесі жарылып ештеңе дей қоймаған. Әкесінің сонысын Нұршат қазір іштей қостап келе жатты. Үндемегендей-ақ бар екен. Көкем бәрін алдын ала айны-қатесіз-ақ сезген екен-ау деп ойлады келіншек. Баурайдағы бітік өскен жусандардың арасынан жеңіл аттап келе жатып. Осы бір ойы көңілін босатып, иегі кемсеңдеп кетті. Ол әкесі мен шешесін әбден-ақ сағынғанды. Келін болып түскеніне 5 айдан асыпты. Содан бері әрлі ешқайсысы соққан жоқ. Ана жолы біреулерден төменгі ауылға қой ұрықтандыруға көшіп келсе, мына жақтан біз де барып қайтармыз деп сәлем айтқан екен. Содан бері Нұршат Айыртаудың басынан жыланша иретіліп түсетін жоғарғы ауылдан келетін жолға қанша терміліп қарады. Тіпті таңның атуынан күннің батуына дейін көзін алмады десе де болғандай. Бәрібір келмеді. Келмегені сол, айтып хабарласпай да қойды. Мені олар ұмытқан екен. Менен құтыла алмай-ақ жүр екен де деп Нұршаттың енесі мен күйеуінен жасырын жылап та алған сәттері болды. Тіпті Нұршаттың оларға әбден көңілі қалған да кезі еді бұл. Келіншек Айыртаудың асуының жарым ортасына жетпей-ақ алқынып қалды. Түлә бойы терге малшынды. Оның үстіне бітік жусаннан әзер өткенде бұта аралас өскен қалың шөп жүрісін өндірмей қойды. Әрі беріден соң әлгінде қасқайып жолмен-ақ жүре бермеген екем деп ойлады Нұршат. Әбден титықтап шаршаған кезде келіншек тізесін бүгіп, аз отырып ойда қалып бара жатқан төменгі ауылға қарады. Ауылдың бір шетінде өздерінің қара үйіне көзі түсті. Бірақ үй маңынан ешкім көрінген жоқ. Жаулығы ағараңдап маған қарап енем тұрма деп ойлаған. Жоқ екен. Тіпті өзі кеткен соң сол қара үй құлазып қалғандай көрінді. Қой қашыратын қора маңында ғана қараңдап әрлі-берлі жүргендер көрінеді. Тіпті олардың шаң-шұң дауыстары да кемескілеу болса да құлаққа жетіп жатты. Нұршатқа ауылындағылардың бәрі де бір үйге жиналып алып, осы қайте қояр екен деп керегеде мұны бақылап отырғандай сезінді. Бәрінің ортасында жаулығы көлдей болып енесі отырғандай. Нұршат олардың бәрін де жек көріп кетті. Әрі беріден соң төменгі ауылға енді қайтқысы келмей, шаршағаны әлі басылмаса да, орнынан көтеріліп, тау асуына қарай жүре бастады. Әкесі мұны кішкентай кезінде менің қара қызым деп еркелететін. Сол әдетін Нұршат бой жеткен соң да қойған жоқ. Тіпті Нұршат деп сирек айтатын. Қит етсе, менің қара қызым сөйтті, менің қара қызым бүйтті деп отыратын. Сол әдетін бұл күйеуге ұзатылғанша қоймағанды. Тек Нұршат ұзатылып бара жатқанында ғана кеудесіне басып, шашынан иіскеген күйі солқылдап жылап тұрып, Нұршатжан, айналайын дегені. Бұрынғыша қара қызым десе де болар еді. Қызым өкпелеп қалады дегендей ме, әлде солай десем қызым жұрт алдында қысылып қалар дегені ме, кейіннен әкесінің дәл қоштасқандағы дағдысын бұзып, қара қызым деп айта алмағанын есіне алып Нұршат әлденеше рет көзіне жас алған. Иығындағы арқаны зіп-зілдей болып, келіншек тастақ жермен асуға қарай тырмысып келе жатып та жылап алды. Әсіресе мұның ұсынған қолын қайта-қайта сүйіп, әкесінің жібермей тұрып алған сәті есіне түскенде кәдімгідей егілді. Шешесі табиғатында салқындау еді. Бұл ұзатыларда да сол салқындағандығынан өзгере қоймады. Қайта немене сонша, қайтып көрмейтіндей деп әкесіне жекіп тастағаны есінде. Сондықтан болар, Нұршаттың көз алдынан шешесінен гөрі әкесінің кескін келбеті қайта-қайта елестей берді. Келіншек қатты ентігіп, аяғын әзер көтеріп басып келе жатып, иығындағы арқанды төменгі ауылға қарай лақтырып тастап кетуді де ойлаған. Бірақ оған батылы жетпеді, әлде ұяты жібермеді. Әйтеуір сол арқан бүгін иығында жүруі тиіс сияқты. Күн түсте тырмыса Нұршат та Айыртаудың асуына жетті.
жеткендігін сезгені сар етіп жоғарғы ауыл жақтан жел соқты да артынша арғы беттен бытырап жайылған қойдай болып жоғарғы ауылдың өзі де көрінді. Бетіне алғаш жел тиген сәтте-ақ Нұршаттың бір түрлі көңілі елеуреп, алып ұшып бара жатқандай еді. Ауылы көзіне түскенде тіпті есі шығып кетті. Сарылдап соққан жел мен желбіреген орамалын бір қолымен баса тұрып, терміле кеп қарады. Анық өз ауылы. Әне ауыл ортасынан бұраңдай ағып өтетін өзені, қалың бауы. Баудың арғы тұсында оқшаулау болып өз үйі тұр. Өз үйін көрген сәтте Нұршаттың иегі кемсеңдеп кетті. Ол сағымнан әрі алыстықтан өз үйін анық көре алған жоқты. Бірақ өз үйі екенін білген соң-ақ көңілі босап, алға қарай тағы 2-3 аттап жүрді. Сол ғой біздің үй ғой, деді келіншек іштей, еріндері дірілдеп тұрып. Әлгінде асуға жетсе ауылмен, үйімен қоса, аула ішіндегі қолбаңдап жүрген әкесі мен шешесін, інілерінің әрлі-берлі шапқылағанын көретіндей болып еді. Көңілі ғана жетіп, өзі жетпей тұрған сол ауылға қарай оның жүгіріп те кеткісі келді. Шыныменен жүгіріп барса қайтер еді. Әкесі құшақтап тұрып, шашынан иіскеп, қолынан шөлпілдетіп сүйер еді. Сүйіп тұрып не дер еді? Айналайын, келдің бе? Келгенің қандай жақсы болды, дейме. Шешесі де құшақтап бетінен сүйіп, інілері де жабыла ұмтылысып, жапырласып-ақ қалар еді-ау. Бірақ мауқымдарын басқан соң, ал қызым, бұл қай жүрсің, дейді ғой. Еттен өтіп, сүйекке даритын да, сосын жерге қарататын да сол сөз ғой. Сол сөз. Нұршаттың көңілі қаншалықты алып ұшып тұрса да, үйіне жетіп барудың ыңғайсыз екенін сезді. Қолынан бар келгені мұрнын желге төсіп тұрып, қалың баудың ар жағындағы бұлдырап көрінген үйіне көзімен ішіп жеп қарау ғана болды. Желбіреген орамалын бір қолымен басқан қалпы жоғарғы ауылдан көз алмады. Әбден шаршап, қитықтап келе жатып, асуға шыққан соң, тіземді бүгіп отырып, тыныстармын деп ойлап еді. Енді тізесін бүкпек түгіл, өкшесін көтере түсті. Күзгі жел салқын еді, бірақ Нұршат оның салқындығын сезген жоқ. Желдің асуы алғаш шыққандағы сарылдаған үні бір қалыпты уілге айналған. Сол уіл енді келіншектің көзінің жасын сүртіп, қойын-қойынышына кіріп, аймалап жұбатып жатты. Желдің осы бір қылығы тым ыстық әрі мейірімді еді. Біздің ауылдың желі деген сезім Нұршаттың жан дүниесін жылытып жібергендей еді. Келіншек кәдімгідей жұбанды. Тұла бойын тырситқан ашу да тарағандай. Ол енді иығындағы арқанын жерге тастап, кішкене тізе бүкті. Бірақ жоғарғы ауыл жақтан көзін алған жоқ. Сөйтіп отырып Нұршат төменгі ауылды да есіне алды. Түстіктен ауып бара жатқан күнге бетін бұрды. 5-ге дейін үйге жетіп, шай қоюы керектігін, шайдан артылған ыстық суды мұздай сумен томыртқалап, құманға құйып енесінің қолына ұстату керектігін де ойлады. Оған дейін бір арқа отын теріп алатыны өз алдына. Келіншек қайтадан орнынан тұрды. Уілдеген желге бетін тосып, өкшесін көтеріп тұрып тағы да жоғарғы ауылға, ауыл ортасынан бұраңдай ағып өтетін өзенге, қалың бауға. Сол баудың ар жағында ағараңда бұлдырап көрінген өз үйіне қарады. Сонан соң жерде жатқан арқанды қайтадан иығына салып, кері бұрылды. Жалғасы бар.